қалаудан әкімдері бейне байланыс арқылы қатысып отыр. Бүгінгі отырысымызда 9 сұрақ қаралады. Бірінші сұрақ бойынша Ұлытау облыстық мәслихатының 2025 жылғы 19 желтоқсандағы нөмір 285 2026-28 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы шешіміне өзгерістер енгізу туралы. Сөз Ұлытау облыстық экономика басқармасының басшысы Нұрлан Ерболатұлы Абдукалимовқа беріледі. Қайырлы күн, құрметті Бауыржан Қабденұлы, құрметті комиссия мүшелері және әріптестер. Облыстық бюджетті нақтылау бос қалдықтар және ішкі ауысым есебінен жүргізіледі. Бағытталатын жалпы қаражат көлемі 9 миллиард 124 миллион теңгені құрайды. Оның ішінде бос қалдық 2 миллиард 700 миллион теңге, бюджетке қайтарылатын қаражаттар 5 миллиард 727 миллион теңге, облигациялы қарыздар 697 миллион теңге. Жалпы бюджетті нақтылауға бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінен 62 миллиард 435 миллион теңгеге бюджеттік өтінім келіп түсті. Бюджеттік заңнама талаптарын ұстана отырып, жалпы сомасы 53 миллиард 510 миллион теңгені құрайтын бюджеттік өтінім кері қайтарылды. Бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінен барлығы 9 миллиард 124 миллион теңге бөлуге жатады және келесідей мақсаттарға бағытталады. Әлеуметтік сала 3 миллиард 364 миллион теңге, көлік және коммуникация 1 миллиард 140 миллион теңге, цифрландыру 1 миллиард 506 миллион теңге, құрылыс 1 миллиард 421 миллион теңге, облыстық жұмылдыру дайындығы, аумақтық және азаматтық қорғаныс 466 миллион теңге, энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы 407 миллион теңге, ауыл шаруашылығы және ветеринария 323 миллион, төтенше жағдайлардың алдын алу 115 миллион, қоғамдық қауіпсіздік 54 миллион теңге, өзге де әкімшілік шығыстар 325 миллион теңге. Бұл ретте бюджет жобасында 698 миллион теңге сомасына облигациялық қарыздар есебінен тұрғын үй салу бойынша шығыстар ескерілді. 2026 жылға арналған облыстық бюджеттің көлемі енгізілген өзгерістерді, сондай-ақ нақтылау шеңберінде жүргізілген бюджеттік түзетулер мен резерв сомаларын ескере отырып, 175 миллиард 106 миллион теңге көлемінде белгіленді. Баяндама айтылды. Назарларыңызға рахмет. Құрметті депутаттар, сұрақтарыңыз бар ма? Баяндама. Вопросы есть? Докладчики. Так, құрылыс басқармасы. Манағы айтқан мәселелерді қарастырдыңыздар ма? Қарастырдық, жаңартқада инклюзия, ол келесі уточнениеден 2 айдың ішінде проектін тариф. 2 айдың ішінде жаңартқада көтерілген инклюзия бойынша. 2 айдың ішінде проектін перекеріп етеміз, келесі уточнениеге енгіземіз. Қашан дайын болады сонымен? Майдың 15-інде дайын болады. Кешін сұрақ болған. Сұрақ бар ма сізде? Бар. Айтыңыз, сұраңыз. Құрметті әріптестер, мен жаңарқа бойынша, инклюзия мектебі бойынша, Алла қаласа уже жақын осылай жұмыс істей берсек, біз юбилей сыграем, проектно-сметная документация. Осы уақытқа дейін не бізге әсер етіп жатыр, ол қайта жұмысын тоқтатуына. Ақшасын бәрі бөлініп қойды. 2023 жыл басталған поезды неужели 3 жылға дейін әлі бітпей жатыр? Қазір проектті көшкен судебный процесс жүріп жатыр. Қазір предварительно сөйлестік. Жаңағы айтқанда майдың 15-інде толығымен Нақты 15-інде уже строительство басталды? Жоқ, проект заключение экспертиза аламыз, корректировать. Ол жерде изначально стоимость 160 миллион теңге болған. Қазір біздің жобамыз бойынша
250 миллионға дейін қымбаттайды деп отырмыз. Егер келесі уточнение соған болатын болса, до конца года құрылыс аяқталады. Құрылыс аяқталады. Оған сосын тағы мердігерлерді ойнатпай ма? Жоқ, уже мердігер бар. Жақсы, рахмет. Мына енді балабақша Западный районда, Жезқазғанда 33 миллион бөлініп отыр. Сатпаевта қосымша 1 миллион, оған уже Кеңгірде 1 миллион, 320 орындық балабақша. Басынша шамалы осы өткен уточнение бар, біз бұларға қаражат бөлгенбіз. Осымен бітті ма? Аяқтаймыз. Қанша ақша бөлінді ПСД-сынан бас-аяғы? Жезқазған бойынша проекттің құны 35 миллион болған. Қанша? 35 миллион теңге болған. 35 миллион 900 болған. Жезқазған бойынша. Жезқазған бойынша. Енді сонда 35 миллион болған, 33, сонда бір ПСД 68 миллион тұра ма не? Жоқ. Біз былтыр общий стоимость ПСД 35 миллион 900. Біз былтыр 2 миллион 400 игердік, биылға қазір завершенеге 33 миллион 500 салдымыз. Сонымен бітеді. Бітеміз. Осы бүкіл балабақшалар сонымен біте ма? Осы үш балабақша сонымен бітеді. Енді сіздерге айтайын деймін, Нұрлан Ерболатович, вот вопрос возникает. На завершение ПСД Кеңгір 1 036 000 добавляет. Сатпаев 1 тоже 36 000. Неужели это цена вопроса 2 миллиона? Неужели сразу при утверждении бюджета мы не могли эти суммы выделить? Нет, при формировании, при утверждении, на какую сумму они заявлялись, мы такую и поддержали. А это процент или как она идет? Ну, это остатки. Мы, как нам заявились, так и мы поддерживали. То есть вот эти вот 2 миллиона мы не вырезали. Там смысл эти 2 миллиона вырезать. Так. Бізде қосымша Ұлытау больницасы. Білдіңіздер ме, бас-аяғы? Білдік, иә. Ұлытау больницасы бойынша суммасы қай, нақты бітіру үшін? 3,5 миллиард вообще после корректировки. 3,5 миллиард шықты корректировкадан кейін. Бүгінге дейін 1,7 миллиард теңге берілді, аяқтауға 1,8 миллиард. Өз бас-аяғы 20 койка больница 3,5 миллиард деген алтын больница болды мұны? Так, 36 миллион. Жезқазғанда разработка ПСД строительства Центра оказания соцуслуг для лиц с инвалидностью, с психоневрологическими заболеваниями. Осымен тема? Қашан шығады оның ПСД-сі? Где-то октябрь решат. А? Осы жыл октябрь решат. Бақылаудасыз сіздерде. Жақсы. Алмаз Әлімбек, сіздіңкі Ұлытау ауданына біз газ жүргізіп жатырмыз. Оның ПСД-сіне қаражат бөлінді. Сіз өткенде бюджетіңіз қорғағанда 49 миллион дегенсіз. Земельный кадастр жұмыстары. Үйерде 25 миллион. 24 миллион ай жетіспейді ғой. А? Енді неге шешімдер оны? Оны освоениені қарадық, жыл бойы ол жартысын ғана игеріп тұр. Сондықтан жартысын қазір бердік. Енді қараймыз. Ертең жұмыс тоқтап қоймай ма? Қалған келесі уточнение ма? А? Қалған келесі уточнение? Жұмыс тоқтамайды ғой. Жұмыс тоқтамайды, ауыстырады. Жақсы. Білім саласы. Образование. Биыл 5 мектепке реновация бойынша қашан ПСД-сі дайын болды? 20 февраля должно быть готово. Громче.
До 20 декабря будет готово и экспертиза в течение месяца. 20 декабря, Ой, февраля. февраль, Да. с госэкспертизой будет или потом только на экспертизу выйдете? Потом только выйдем на госэкспертизу. А? После выйдем на госэкспертизу. Ну и мы в мае, в июне должны ремонт начать уже В марте, этих 5 школ. в марте будет готова госэкспертиза. Кто сопровождает прохождение экспертизы? Я сейчас не могу сказать. Кто-то от вас, с вашего управления, за это ответственно есть человек? Я сама везде держу на контроле. Вы сама лично сопровождаете? Держу на контроле, да. У вас гарантия есть, что в марте у нас будут уточнения? Да, будет. А? Да, будет. Будет. А, нет, уточнение будет, экспертиза будет. Я вам говорю, экспертиза дает. Бьются шығады сіздің экспертизаны. Бес мектептің. Енді март айында қосымша жиналыс бола ма, уточнение бола ма, оны бір Алла тағала біледі. А биыл біз мектептерде ремонт өткізуіміз керек қой. Но сейчас по итогам конкурсов, если будет экономия по 0,67, я думаю, будет экономия. На начало конкурсов можно будет объявить конкурс. И к маю месяцу, к уточнению, уже можно будет заявку дать на Значит, Зинаида Назаровна, есть риск, большие риски есть. Понятно, бес мектеп, ол жоспарда тұр ғой, мемлекет басшының тапсырмасында тұр. Қазақстан бойынша 1300 мектеп, иә? Биыл біздің облысымызда 5 мектеп ол жол картасында тұр. 5 мектепке жай 500 миллионнан бергенде 2,5 миллиард ақша керек. Ол 2 жылдықтың өзінде. Кемінде 2,5 миллиард. Бұл ақша қазір жоқ бізде, қарастырылмаған. Ертең сынға қаласыздар, естеріңізде болсын. Бақылауға алыңыздар бұл мәселені. Принято. Цифровизация. Өткенде біз сұрақ көтердік қой, сразу жарты жылдықтың енді бәрін 1 миллиардтанша ақшаны төлемей, жартысын төлеуге мүмкіншілік бар ма деп. Қандай шешім алдыңыздар? Мүмкіншілігін қарастырдық, оның договорға регистрация жатып образование болғаннан кейін солай осылай. Женщина бар ма жоқ па мүмкіншілік? Мүмкіншілік бар. Так. Оны 2 лотқа бөлу керек, жарты жылда. Біз ол ұсынысты айтқанбыз, бірақ ол келісілген мәселе, бірақ қажет болған жағдайда Міне мен сіздерге айтып отырмын ғой, жаңа мектепке қаражат ойластырмадық. Біз қазір 1 миллиардтанша сәмелге төлеп отырмыз. Берейін, а? 1 миллиард 300 миллионды цифровизацияға за оплачиваем. Обслуживание. Обслуживание, да? Да. Ну, хотя бы половину можем заложить? Вторую половину потом. Он предлагается сейчас полностью поддержать, они договор заключат, конкурс проведут, договор заключат, а потом при том уточнении следующем, если что, может быть там оплатить. Нет, при следующем уточнении мы наоборот дадим. Сейчас эти деньги можно даже на образование положить, а при следующем уточнении мы ему дадим. Ваше предложение как раз и будет сумма ясна по образованию. А? При следующем уточнении как раз и будет ясна сумма по образованию. Сейчас-то его нету. Поэтому я предлагаю в следующем уточнении его пересмотреть. То есть, чтобы соблюдать нормы бюджетного законодательства. Хорошо. Так, жол мәселесі бойынша. Өткенде бұл мәселені сұрақты біз көтергенбіз. Әріптестер, қайда жол? Сіздер болашақта қала ауданында
жолдарын өз қаражатына жөндеу керек. Бәрін айналып келіп облыстық бюджетке келе бересіңдер. Кезінде бүкіл мемлекеттік бағдарламалар бар емес пе? Ауыл ел бесігі болған, қазір семестрде басқа бағдарламалар бар. Ұлтауылдың аудандық жолдары неге біз облыстық бюджеттің қаражатына жөндеуіміз керек? Неге аудан өзі бөлмейді қаражатты? Кеше сол ауыл ел бесігін басталған екі жұмысты қалдырды, Сарғытын алып қойды. Болашақта естеріңізде болсын. Облыс деңгейіндегі жолдарды жақсы келісеміз. Облыстың бюджетіне жөндеуіміз керек. Ал қалғандары өз қаражаттарына есептеп отыру керек өздері. Жақсы қалған. Басқа сұрақтарыңыз бар ма? Сейчас, депутат Маркенов. Қайырлы күн, құрметті Бауыржан Қабденұлы, құрметті әріптестер және жиналысқа қатысушылар. Алмас Сәлібекұлы, сізге сұрақ мына уже қашаннан бері 2 жыл болды. Қарсақбайға су тазалайтын блок модулі 30 миллион сұралған, сол әлі шешілмей жатыр. Неліктен? Қазір Бауыржан Қабденович биыл маған талап қойды Қазағымыздан. Как хочешь, чтобы передача была. Қашан бюджет берген жоқ. Мен халыққа су қайдан беретінін біз білмейміз. Мына кезде үлкен сұрақ туылып жатыр. Дайынсыз ба жауап беруге? Ұлытау ауданының бос қалдықтары бар. Сол есебінен өздері алатын осы блок модульді. Өйткені біз Ұлытауға жолдарға бердік осы нақтылауда. Жоқ, бұл жерде сұрақ. Сіздің айтып отырғаныңызға Қарсақбай поселкесіндегі су мен жылу ғой? Су мәселесі. Модуль, су, ауыз судың модулі. 30 миллион заявка берді. Бізде Қарсақбай единственный ауыл, который с открытой источника сушил. Открытый водоемный. Единственный ауыл қалған. Кешеде әкімдер еткенбіз, сіз қарағанбыз, әкім осында деген енді экономикалар. Бауыржан Қабденұлы өткенде облыс басшысы келгенде халыққа уәде берген, модуль қоямыз деп. Оның алдында Берік Әбдіғалиұлы уәде берген, халық күнде сұрайды осыны, қашан болады деп. Жақсылық кеңгірдегі модульдерін қайда? Бір модуль тұр, 23-те қойғанбыз. Кеңгірдікі өзінде тұр ол. Кеңгірдегі қазір таза су бердіңдер ме? Кеңгірдігі жезқазған баласында ол. Қайда тұр бұл? Резервный вариант тұр ол. Кеңгірде неше модуль тұрды? Шу. Енді қазір бүгін таңда кеңгір Есплан суын алып отқан жоқ па? Иә. Енді таза жер астының суын пайдаланып отыр. Ана модульді неге онда Қарсақбайға бермейсіңдер? Бұл мүмкіншілік бар ма оны беретін? Оны берейік, бірақ ол уже қаншама жыл жұмыс істеп келе жатқан Бауыржан Қабденович. Ол ескі уже. Ескі ол да. Берейік десеңіз, ертең-ақ беруге дайынбыз. Оған жаңағындай жөндеу жұмыстарын, ревизиясын жасап, айырбастайтын фильтрдерін айырбастап пайдалануға келеді ғой? Резервный. Берейік. Жоқ, қараңыздар сіздер. Мүмкіншілік болса жаңағы полностью ревизиясын жасап, енді Қарсақбайда қанша халық тұрады? 1500. Ең кеңгірде 2-3 мыңдай, иә? 3,5 мың ба? 2460. Хорошо. Жаңағы енді бітті ол, керегі жоқ оған. Еспланның суы жетеді кеңгірде. Ескі Бауыржан. Ескі. Енді онда 2 модуль қанша тұрады бағасы? Сонда ашылды ғой. Жоқ, жаңа бағасы қанша 2 модуль? 30 бір модуль қанша тұрады? 30 миллион. 30 миллионға қойды, 18 миллион тұрған. Оны давайте болашаққа қарастыру керек. Енді өздеріңіз айтып отырсыздар, жаңғыз ауылды мекен облыс бойынша қалған открытый источник болмайды. Келесі жолға естеріңізде болсын. Просто уже 2 жыл болды әкімдер уәде қалып шығып отыр. Бір модуль тұр, нағыз өкілдер де отыр. Қарсақбайда біреуі бар ма? Біреуі бар, біреуін қойғанбыз біз 23-те. Соны тағы да екіншісін қоямыз, біз 2 жыл болды уәде
Земляның бағасы неше, қанша тұрады? Біреу. 30 миллион деп 30 миллион? Қойып береміз биыл. Айт, уәде бер халыққа. биыл Жақсы, қойып рахмет. береміз деп. Сұрақ тағы да. Нұрлан Ерболұлы, былтырғы жылы біз жезқазғанда күшті жөндедік жолдардың бәріміз ризамыз, қонақтар келеді, халық риза. Бірақ енді біздің Сәтпаев қаласы енді былай очередь бізге келу керек тұғын Сәтпаев қаласына. Соған жолға 500 миллион сұрапты, соны бермей қалыпсыздар. 230 миллион Сәтпаевқа бөлініп отыр. Енді менің ақпаратым бойынша тағы да 500 миллион қажет екен. Одан қалды, Отауовский көше бар ғой, соны үйлердің барлығы да енді нашар халде, соларға 700 миллион керек. Одан кейін Фоксалға 700 миллион сұрағанбыз. Ол да берілмепті. Жарайды енді. Ама квартал ішілік құбырларды, ыстық су ауыстыруға 500 миллион. Ол да берілмей қапты. Енді бұның барлығы ертең күзде берген ешқандай смысл болмайды. Берсе қазір берген дұрыс еді. Жазып қойып, дұрыстап жөндеп қойып. Сәтпаевтың халқы да дұрыс жолмен жүрсін деген ой. Жақсы. Қарастырылып, бәрі рет-ретімен келеді. Жақсы ба? Енді фок Сәтпаевта жезқазғанда ондай фок жоқ, Сәтпаевта бар фок. Фок деп отырсыз ғой? Иә. Бүгінгі таңда жезқазғанда жоқ ондай фок. Енді құбыр мәселесімен мен келісемін. Жол мәселесімен көмектесіп отырамыз. Қазір міне 500 миллион сұрадыңыздар. Қала әкімшілігі сұрап, мына ішінде 230 миллион бөлініп отыр. Құбырға? Тағы да сұрақтарыңыз бар ма? Ставицкая, пожалуйста. Уважаемые депутаты, добрый день. У меня вопрос к Нурлану Булатовичу. В соответствии с бюджетным кодексом за 5 дней вы нам представили проект уточненного бюджета. Затем мы предварительно его рассмотрели в Маслихате и уже вынесли на рассмотрение бюджетной комиссии. На бюджетной комиссии приняли проект с учетом замечаний и предложений Маслихата. Так, Нурлан Булатович? Да. Теперь в сегодняшнем варианте мы видим, что по 6 администраторов увеличены суммы, вы самостоятельно рассмотрели. Без обоснования ваши пояснительные я не увидела, потому что там общие суммы стоят. И у меня предложение, можно привести это в соответствие с вариантом, который был принят на бюджетной комиссии. Потому что не только у меня возникает вопрос, у моих коллег-депутатов тоже возникает вопрос, они мне постоянно обращаются и говорят, почему цифры разнятся. То есть тем вариантом, который вы первый раз предоставляете Маслихат, хорошо, после того, мы как отработаем, там вносим изменения, но после этого еще также меняются цифры. Прошу принять к сведению. И второй вопрос у меня к управлению культуры. Есть ли какой-то? Вот у вас здесь, заложены расходы на содержание зданий, помещений. Я так понимаю, ЖУШХАНа, да? Вот, всего 123,7 миллионов тенге. Но мы предварительно также рассматривали данный вопрос. На сегодняшний день ЖУШХАН принят в коммунальную собственность области? Да. В управлении культуры на балансе. Именно на балансе музея просто. А с какого периода? С января месяца. Хорошо, а почему тогда мы эти расходы с города Жезказгана не забираем? Мы изначально же финансирование шло за счет городских средств. Там именно на балансе города было, только штат было заложено 90 миллионов, а на содержание не было заложено в этом году 26 году. Можно дополнить? Пожалуйста. По бюджетному кодексу мы по культурному комплексу ЖОЖК имеем право только зарплату платить и коммунальные услуги платить. Коллеги, я сейчас хочу напомнить, что это проект президента. Мы 3 года просили, чтобы его приняли в республиканскую собственность или в областную собственность. Только на уровне области можно туда закладывать средства на строительство, на ремонт и на реставрацию.
ертең 4 жылда бізден президент келіп сұрайды ғой, не істедіңдер деп. Соны не айтамыз, Бауыржан Хамидович? Я согласна с вами. Бауыржан Хамидович, Здесь вопрос по содержанию. И изначально, когда мы поднимали этот вопрос, также он был на балансе Дома дружбы, идет как субсидирование, также по форме реализации бюджетных программ. Но в данном случае здесь нет реконструкции, здесь идет содержание, поэтому у меня возник такой вопрос. Бауыржан Хамидович, бұл содержаниясы қазір өздерің жошыққанды жиі боласыздар ғой. Жошыққандар бізде қазір оның ішінде көп күрделі жөндеулер керек. Фундаменті біраз отырған моменттер бар, төбесі начинно подлогтары бар жыртылған, соның жөндеу жұмыстары кіргізілген. Және де биылғы жылы озеленение кіргізіп отырмыз жошыққанда. Өздеріңіз барсаңыздар тақыр жер, соны біз биылғы озеленениені соны кіргізіп отырмыз. Сол кірген үйгені биылғы жылы біз Алтын Орда хандығының 8 жылдығы деп отырмыз. 8 жылдық аясында көптеген қонақтар осы Жошыққанға келеді деп жоспарда бар. Соған сәйкес бұны кіргізіп отырмыз. Сметасы барлығы бар. Жақсы. Енді Нұртас ғалым өткенде өзіңізге айтқанбыз. Ұсыныс бергенбіз қаржы тәртібі туралы. Енді өкінішке орай жаңағы осындай уточнение болсын, жаңағы жылдық бюджет болған кезде де біз өздеріңіздің әріптестермен маслихат шерістегі пожарный команда сияқты жұмыс істейміз. Жанталас, күнде өзгеріс, күнде келісеміз, күнде өзгертеміз. Міне ертең сессия 12 сессия қойылатын, бүгін тұрақты комиссия, қаражатты білесе былай саламыз, білесе былай саламыз, өзі бір тәртіпке келуіміз керек. Сізге өтініш қараңыздар. Біз әрдайым дайынбыз. Енді бар нәрсені уақытылы істеп, уақытылы есептеп, уақытылы бір шешімге келіп, бүгін сосын жаңағы депутаттарға біз кемінде бір 10 күн бұрын құжаттарын қолдарына жіберуіміз керек, почталарына. Бұл кісілер дайындалып, оқитын, оқып, біздің міндет, оқимын, оқымаймын өз міндетінің жұмыстары. Біздің міндетіміз уақытылы құжаттармен қамтамасыз ету депутатты. Ал оқыс оқпасын ол өзі біледі оны. Соны келісейік те, міне басталды, 26 жылы бірінші уточнение деп отырмыз ғой, болашақта бұндайға жол бермей, болатын нәрсені заранее дайындауымыз керек. Келістік па? Дағы сұрақтарыңыз бар ма? Сіз қайта-қайта сразу бір сұрақ қойыңыз Аяна Уақытқызы. Жақсы, рахмет. Бұл білім басқармасына мынау балабақшалар бар ғой, саламатсыздар. Балабақшаларда қазір көбісінде күзет жоқ екен. Соған қаражат қарастырылды ма осы жылға? Нет, я понимаю, что но сейчас же мы видеонаблюдение везде устанавливаем. И там, в принципе, по 170 приказу предусмотрены все меры безопасности. Поэтому вообще эту охрану можно в рамках госзаказа. То есть это она уже в госзаказе предусмотрена. Сейчас мы утверждаем постановление ШИМа, где прошло смотрим в среднем уже 85 тысяч составляет. И для этого дополнительных средств не требуется. Мен сізге қазір финанс біткесін бір құжатты берейін қолыңызға. Сол жерде танысыңыз, сол жерде көресіз не себептен бұл сұрағаны. Все хорошо. Жақсы. Бейнеконференция арқылы қосылып отқан депутаттарымызда сұрақтарыңыз бар ма? Жаңарқа ауданы әріптестерімізде. Сұрақтарыңыз жоқ болса, бірінші сұрақ осымен аяқталды. Екінші сұраққа көшейік. Ұлытау облыстық мәслихатының 2025 жылғы 19 желтоқсандағы нөмірі 287 Ұлытау облысының 2026-2030 жылдарға арналған даму жоспарын бекіту туралы шешіміне өзгерістер енгізу туралы. Нұрлан Ерболатұлы, баяндай беріңіз. Облыстардың, аудандардың даму жоспарларын әзірлеу, іске асыру, оларға мониторинг және түзету жүргізу әдістемесіне сәйкес үкіметтің тапсырмаларын іске асыру қажет болған жағдайларда облыстың даму және
инвестициялық жоспарына өзгерістер енгізуге жол беріледі. Бұл ретте 2026 жылғы 13 қаңтарда премьер-министрінің орынбасары Қанат Алдынбергенұлы Бозымбаевтың төрағалығымен өткен өңірлік саясат жөніндегі жобалық кеңес отырысында берілген тапсырмасын орындау мақсатында ауыл аманаты жобаларын Ұлытау облысының 2026-2030 жылдарға арналған инвестициялық даму жоспарына енгізу сұралынады. Баяндамашы сұрақтарыңыз бар ма, құрметті әріптестер? Сұрақтарыңыз жоқ болса, үшінші сұраққа көшеміз. Ұлытау облыстық мәслихаты 2022 жылғы 8 шілдедегі Ұлытау облыстық бюджет комиссиясының құрамын бекіту туралы нөмір 4/22 шешіміне өзгеріс енгізу туралы. Нұрлан Ерболатов баяндамашы. Кадрлық ауысымдарға байланысты комиссия құрамынан шығарылуда доктор Жәнібек Мақсұтұлы Ұлытау облысы әкімінің орынбасары комиссия мүшесі ретінде. Комиссия құрамына енгізілуде Кәрібаев Нұртас Ғалымұлы Ұлытау облысының әкімінің орынбасары комиссия мүшесі ретінде. Сұрақтарыңыз бар ма? Баяндамашы. Сұрақтарыңыз жоқ болса, рахмет. Төртінші сұраққа қарап өтеміз. Ұлытау облыстық мәслихатының екінші сессиясының 2023 жылғы 18 мамырдағы нөмір 25 Ұлытау облысы жасыл екпелерді күтіп ұстау және қорғау қағидаларын бекіту туралы шешіміне өзгерістер енгізу туралы сөз Ұлытау облысы энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасының басшысы Алмас Әлімбеков Жандарбековке беріледі. Құрметті Бауыржан Қабденұлы, құрметті депутаттар, сіздердің назарларыңызға 2023 жылғы екінші сессияның 18 мамырда нөмір 25 Ұлытау облысының жас түлектерді ұстау және қорғау қағидаларына өзгерістер енгізу туралы шешім жобасын ұсынып отырмыз. Бұл жерде 3 тармаққа шешімге енгізіліп отыр. Типовой республикалық осы ереже соған енгізілген болатын республика көлемінде. Соған байланысты бізді сәйкесінше өзіміздің тармақтарымызға өзгеріс енгізіп отырмыз. Шешім жобасы қолдарыңызда бар. Болдыңыз ба? Болдым. Құрметті әріптестер, баяндамашы сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз жоқ болса, рахмет, орныңызға отыра беріңіз. 6-шы сұраққа қарауға көшеміз. Ұлытау облыстық мәслихатының 2022 жылғы 15 қыркүйектегі нөмір 7/40 Ұлытау облысы әкімдігінің жанындағы терроризмге қарсы комиссия туралы шешіміне өзгеріс енгізу туралы сөз Ұлытау облысы әкімі аппарат басшысының орынбасары Ардақ Қажмұратұлы Жапаровқа беріледі. Құрметті Қаденов, жиналушылар. Президент әкімшілігінің басшысының 2025 жылғы 23 қыркүйектегі тапсырмасын орындау мақсатында балалардың құқығын қорғау өңірлік жүйесін нығайту бойынша кешенді шаралар қабылдануда. Сол себепті Ұлытау облысында жаңа құрылымдық бөлімшелер балалардың құқықтық қорғау басқармасы мемлекеттік мекемесін, сондай-ақ қалалар мен аудандарда ведомстволық бағынысты бөлімдерін құру қажеттігі туындап Мен сізге басқа сұрақ мәселесін баянда терроризмге қарсы дедік. Сіз басқа сұраққа жөнеліп отырсыз. Сұрақ Ұлытау облыстық мәслихатының 2022 жылғы сіз 8-ші сұрақты ауысып кеттіңіз. 9-ші сұраққа. Құрамын, ол отбасы, демография, дұрыс па осы? 6-ші сұрақ, терроризмге қарсы комиссия туралы. Схема туралы, сосын терроризмге қарсы. Қазір 5-ші сұрақ қой, иә? Схема туралы кешірім сұраймын, мен дұрыс емеспін. Мен кінәлім екен. Жақсы. Сол тапсырманы орындау барысында бір басқарма бізге енгізіліп отыр, ашылу керек. Және Ұлытау облыстық қоғамдық даму басқармасының атауын өзгерту, ішкі саясат басқармасына. 18 сұрақты. Қалай болады дейсіз жаңағы басқарма? Ұлытау облыстық қоғамдық басқармасы, Ұлытау облысы ішкі саясат басқармасына. Бұрынғы атауына деп ашып берді. Ішкі саясат бөлек емес пе?
Қазақстан Республикасы ішкі саясат мәселелері жөніндегі коммуникация жөніндегі көмекшісінің тапсырмасы. Жоқ, қазір управление общественного развития. Управление общественного развития. Управление внутренней политики болады. Микрофон. Бірінші нұсқаларымыз айтты ғой, айтып бітті. Енді жаңағы қорғау басқармасы, ішкі саясат басқармасы уақыласын айтып жатыр. Екінші мәселеге кетті, келесі мәселеге. Бірінші біз бұл жаңа басқарма ашамыз деп Басқармалар қалай болады сонда? Балалардың құқықтарын қорғау басқармасы. Облыстық. Облыстық. Балалардың құқығын қорғау басқарма болады. Балалардың құқығын қорғау басқармасы ашылады жаңадан. Бұл жерге управление образованиядан отдел беріледі. Сол жаңағы басқарма. Сосын қала аудандардан солмен айналысатын мамандарды болашақта қарастырамыз, ол есеге рұқсат берсе. Оның сыртында қазір управление общественного развитияның аты өзгеріп жатыр. Ол уже басқа қаулы ата. Қазір бізде облыста қанша управление бар? 21 ГУ бар. 21 ГУ. Қосымша 22 болады. 21 ГУ бар, қазір 22 болады. 22. Сосын біреуінің аты өзгереді. Біреуінің аты өзгереді. Бюджет управления общественного, управление образованием чуть-чуть жоғары болуы керек, және басқарма басшысы айналысатын жоғары ғой. Негізгі көп өзгеріс. Жақсы. Балалардың құқығын қорғауымыз керек. Ашылып жатса онда ешқандай кемшілігіміз неміз жоқ, қарсылығымыз жоқ қой. Әріптестер сапалы дұрыстап жұмыс істесе болды бізге. Солай ма, Бекзат? Дұрыс айтасыз. Саны, анау қазақ айтады ғой, саны бар, сапасы жоқ деген, ондай болмаса болды. Өте дұрыс айтасыз. Уақыт көрсетеді. Жақсы. Баяндамалық сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтары жоқ болса қабылданды. Келесі сұраққа көше беріңіз. Ардақ Қажмұратұлы. Құрметті Орал Қаденұлы, құрметті депутаттар, облыс әкімдігі жанындағы терроризмге қарсы комиссияның құрамына өзгерістер, кадрлық өзгеріс бойынша өзгерістер енгізілуде. Құрамынан Үсен Қалатай Төлетайұлы, Нөкер Жәнібек Мақсұтұлы, облыс әкімінің орынбасарлары жұмыстан шығуына байланысты өзгеріп жатыр. Сонымен қатар Қайыркен Жетісбайұлы, Алиев, Ләззат Набиевна, Арынғазин, Данияр Манжан, Маратбек Жақыпбекұлы, Мақсұтов Еркебұлан, осы кісілер құрамынан шығып, сонымен қатар Бауыржан Қабенұлы, сізді облыстық мәслихаттың төрағасы, сіздің кандидатураңыз тоже алып тастап жатыр. Бұл жаңа ережеге сәйкес. Жоқ, айтсаңызшы. I'm sorry, really don't miss. Sorry. Мені шығарып тастайсыздар, әшеу десе бекіту сұрайсыңдар. Жоқ, ондай бекітпейміз, ондай бекітпейміз. Жақсы. Енді бұл жерде себебі терроризмге қарсы комиссияның ішінде жаңағындай секретный материал, орысша айтқанда доступ к секретной информации, да? Сол себептен дұрыс ешқандай қарсылығымыз жоқ. Жақсы. Басқа қосып жатсыздар ғой, кімді қосып жатсыздар сонда? Қосып жатқан Карпай Нұртас Ғалымұлы, облыс әкімінің орынбасары, Оразбаев Ноқат Кенжебайұлы, ішкі істер министрлігінің полиция департаментінің басшысы, Жұманов Ержан Нұртілеуұлы, қорғаныс істер департаменті, Айнабек Азамат Абдукаримұлы, әділет департаменті, Жақыпбекова Гаухар Набиқызы, білім беру сапалы қамтамасыз ету департаменті, Сандыбаев Серікболсын Ғабиддинұлы, өнеркәсіп кәсіпкерлік басқармасы, Мұнсызбаева Аю Қайырқызы, білім басқармасының басшысының міндетін атқарушы, Ниязова Сабина Сабировна, облыстық денсаулық сақтау басқармасының міндетін атқарушы, және Әскер Нұрзатұлы, ол кісі комиссияның хатшысы болады. Жақсы. Әріптестер, сұрақтарыңыз бар ма? Баяндамалықта.
Жетінші сұраққа қарау көшіп, Ұлытау облыстық мәслихатының 3-ші сессиясының 2023 жылы 16 маусымдағы нөмір 37 Ұлытау облысы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері жөніндегі өңірлік комиссиясы құрамын бекіту туралы шешіміне өзгеріс енгізу туралы. Ардақ Қажмұратұлы, баяндап сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәселелер жөніндегі өңірлік комиссия құрамынан Ерлан Маликов Жолдыбаев шығарып отыр. Ол Төлентайұлы Осенов, Жәнібек Мақсұтұлы Нөпіров заматында отыр. Құрамына Нұртас Ғалымұлы Кәріпбаев кіріп отыр. Саламат Хамитұлы Өкенов, қазіргі күні жемқорлыққа қарсы істі департамент ұлттық қауіпсіздік комитеті жүргізеді. Сонымен қатар Ерлан Мейрамханұлы Ермаханов, ол кісі департамент қызмет істері агенттігінің департамент басшысы. Ол кісілер превенция жұмысын атқарады. Аманжол Бақытжанұлы Кәрімов, адам құқықтары жөніндегі уәкілеті. Осы кісілер енгізіліп отыр. Жақсы. Сұрақтарыңыз бар ма, әріптестер? Сұрақтары жоқ болса, келесі сұрақты қарау көшіп, Ұлытау облыстық мәслихатының 3-ші сессиясының 2023 жылы 16 маусымдағы нөмір 36 Ұлытау облысы әкімдігінің жанындағы ведомстволық құқық бұзушылықтардың алдын алу жөніндегі комиссиясы құрамын бекіту туралы Ардақ Қажмұратұлы, баяндай беріңіз. Бауыржан Қабденұлы, құрметті депутаттар, бұл комиссияның құрамынан Айкен Жетісбайұлы Алиев, полиция департамент бастығы шығып, орнына Мақат Кенжебайұлы Оразбаев кіреді. Тек қана осы өзгеріс. Сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ. 9-ші сұрақ. Ұлытау облыстық мәслихатының 4-ші сессиясының 2023 жылы 26 шілдедегі нөмір 48 Ұлытау облысы әкімінің жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі облыстық комиссиясының құрамын бекіту туралы шешіміне өзгеріс енгізу туралы. Ардақ Қажмұратұлы, баяндай беріңіз. Бауыржан Қабденұлы, бұл комиссияның атауы облыс әкімдігінің жанындағы кәмелетке толмағандардың істері және олар құқықтар қорғау жөніндегі комиссияның құрамы өзгеріске комиссиядан Қожабеков Ерлан Наурызбайұлы, полиция департамент басқармасының орынбасары, Айдашев Марат Сұлтанбекұлы, спорт және дене шынықтыру, Берманов Гүлнар Сәйетқалиевна, аналар үйі, Жолдасова Жанар Жұмадиловна, Ранова Ләззат Набиевна, Бодуков Еркебұлан Жалғауович бастығы депутаты шығып отыр. Оның орнына Қайғылаев Маурен Минажанович, әділет департаментінің орынбасары, Байзақ Елжетас Әбенқызы, Ұлытау облысының бөлім басқармасының психологиялық қолдау орталығы, Молдаханов Дәулет Ғазизұлы, облыстың полиция департаменті қоғамдық қауіпсіздік басқармасының бастығы, Аяпбергенова Алия Данияровна, Ұлытау облысының мәслихат депутаты, Бейсенбаев Еркебұлан Адил Манапович, Ұлытау облысының денсаулық сақтау басқармасының емдеу басшысының орынбасары, Қаржасова Раиса Болатұлы, Ұлытау облысының полиция департаменті қоғамдық қауіпсіздік басқармасының бастығы, Райбекова Роза Жұмахан Ереевна, Жезқазған қаласы нөмір 7-ші лицей мектебінің ата-аналар комитетінің мүшесі, Сейітбеков Дәулет Мұратбекұлы, Ұлытау жастары қоғамдық бірлестігі төрағасы. Осы кісілер енгізіліп отыр комиссияның құрамына. Жақсы, сұрақтарыңыз бар ма, әріптестер? Отыра беріңіз, рахмет. Енді құрметті әріптестер, бүгінгі сұрақты комиссияға барлығын бүкіл сұрақтарды қарадық. Қосымша сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз жоқ болса, ертең сағат 12-де сессиямыз өткіземіз, соны шешім қабылдаймыз. Рахмет.